Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз бұлшықеттер туралы ілім. Жалпы бізде бұлшықет туралы ілім миология деп аталады. Бұлшықет жүйесі адамда, барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Дене қаңқасын жауып тұратын бұлшықеттер көлденең салалы талшықтардан тұрады. Бұлшықеттер өзінің пішіні, көлемі, тұрған орны мен атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бұлшықет жүйесіне қарай арқа, кеуде, іш, мойын, бас, қол, иық, білек, аяқ бұлшықеттері кіреді. Мысалы, белдің шаршы бұлшықеті, мықын, бел бұлшықеті, төс бұғана, сүйір бұлшықеттері омыртқа жотасының екі жағына иілуіне мүмкіндік береді. Жалпы бұлшықеттер бізде тұлға бұлшықеті, кеуде, іш, бас, мойын, жамбас бұлшықеттері болып 6-ға бөлінеді. Жалпы арқа бұлшықеттеріне тоқталатын болсақ, арқа бұлшықеттері өте көп. Олардың басты бір бөлігін бізде миотомдардың дорсалды бөлімдерінен пайда құрайды. Оған бастан және де қолдан арқаға ауысқан бұлшықеттер қабаттасады. Осының әсерінен бізде екі бетке терең қабат болып орналасады. Бетке бұлшықеттер иық белдеуі мен тоқпан жілікке бекитін бұлшықеттер. Қабырғаларға бекитін бұлшықеттер, бұлардың екеуі де тұлғаның кейін қарай ығысқан вентральды бұлшықетінің туындылары. Олар бас сүйек нервтерінің алдыңғы тармақтарынан нервтеніледі. Терең бұлшықеттер, арқаның бетке бұлшықеттері иық белдеуі мен тоқпан жілікке бекитін бұлшықеттер екі қабат болып орналасады. Трапеция тәрізді бұлшықет жоғарғы бөлігі жауырынды көтереді, орта жауырынды омыртқа жотасына жақындатып, ал астыңғы оны төменге тартады. Арқаның аса жалпақ бұлшықеті иықты, қолды артқа тартып, қолды ішке бүгеді. Кеуде бұлшықеті. Кеуде бұлшықеттері кеуде торының бетінен басталып, одан иық белдеуі мен қолдың еркін бөлігінде баратын бұлшықеттерге және кеуде қуысының қабырғалары құрамына кіретін меншікті бұлшықеттерге бөлінеді. Кеуденің үлкен бұлшықеті үшбұрышты бағана сүйегінің сыртынан төс және екінші алтыншы қабырғаның шеміршегінен басталады. Тоқпан сүйек үлкен томпағына келіп жабысады. Жалпы атқаратын қызметі қолды денеге жақындатады, ішке қарай бұрып көрсетеді. Кеуденің кіші бұлшықеті үлкен бұлшықеттің астында орналасқан бірінші бесінші қабырғадан басталып жауырынның құс тұмсықшасына жабысқан. Атқаратын қызметі жауырынды төменге тартады. Жауырын тыныш тұрғанда қабырғаларды көтеріп тыныс алуға қатысады. Бұғана асты бұлшықеті кеуде қуысының сыртқы бүйірінде бір қабырға мен бұғана сүйегінің аралығында орналасқан. Бұғананы төменге және ішке тартады. Алдыңғы тісті бұлшықет жоғарғы 9 қабырғалардан тіс тәрізді басталып, жауырынның медиаль шеті мен төменгі бұрышына келіп жабысады. Атқаратын қызметі жауырынды алға тартады. Көкиет латын тілінен аударғанда диафрагма деп аталады. Ол көкірек және құрсақ қуыстарын бір-бірінен бөліп тұрған пішіні күмбез тәрізді жалпақ жұқа бұлшықет болып табылады. Күмбездің дөңес келген ортаңғы сіңірлі төбесі көкірек қуысына қарай бағытталған. Көкеттің шеткі етті бөлігі тарамдалған бұлшықет буындарынан тұрады. Олар бекитін орындарына қарай бел, қабырға және төс бөлімдеріне бөлінеді. Көкет жиырылған кезде құрсақ қуысына қарай күшті тартылып, көкірек қуысын кеңейтіп, тынысты ішке қарай алуға көмектеседі. Сондықтан көкетті тыныс алу бұлшықеттерінің инспираторлар тобына жатқызады. Іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті, оның еті жалпақ, төменгі 8 қабырғадан басталып, мықын сүйегінің қырына барып жабысады. Іштің сыртқы қиғаш бұлшықетінің талшықтары қиғаш орналасқан. Атқаратын қызметі омыртқа жотасын бүгіп, оны бір жағына қисайтып, тұлғаны бұрап, кеудені төмен түсіреді. Іштің ішкі қиғаш бұлшықеті сыртқы қиғаш бұлшықеттің астында желпуішше болып орналасқан. Ол бел кеуде шандырынан, мықын сүйегінің қырынан және шат байламынан басталып арқадан 3-ші қабырғаға барып жабысады.
іштің қабырғасының алдына апоневрозға айналады. Оның атқаратын қызметі омыртқа жотасын бүгіп, кеудені төмен түсіреді, жамбасқа көтеріп тұлғаны бұруға қатынасады. Іштің көлденең бұлшық еті екі алдыңғы бұлшық еттің астында орналасқан. Төменгі алды қабырғаның ішкі бетінен бел кеуде шандырынан мықынның қыры мен шат байламынан басталады. Оның атқаратын қызметі іш қуысына сығымдап қысым түсіріп тұрады. Төменгі қабырғаларды көтеріп дем шығаруға ықпал етеді. Іштің тік бұлшық еті төс сүйегінің семсершесінен және де бірінші жетінші қабырғалардың шеміршегінен басталып шат сүйегіне келіп бірігеді. Іштің тік сыртқы ішкі қиғаш және көлденең еттерінің апоневроздарымен бірігіп іш қуысының берік қабырғасы пайда болады. Іштің іш дыры, іш шандыры бұлшық еттерді сыртынан жауып тұратын кеуде шандырының жалғасы, ал іш қуысының ішін жұқа сыр қабат жабады. Мойын бұлшық еттері бас пен мойынды қимылдатуға, тыныс алу мен жұтыну процестеріне қатысатын маңызды бұлшық еттер жүйесі болып табылады. Олар орналасуына қарай беткей, ортаңғы, яғни тіл асты сүйегінің үсті мен асты және де терең бұлшық еттер болып үшке бөлінеді. Беткей бұлшық еттер терілік бұлшық ет тері астында орналасады. Оның негізгі қызметі мойын терісін тарту, төменгі ерінді және ауыз бұрышын төмен түсіру, бет қимылына және мимикаға қатысады. Төс бұғана емізікше бұлшық ет төстен бұғанадан басталып самай сүйегінің емізікше өсіндісіне бекиді. Оның қызметі бір жақты жиырылғанда басты қарама-қарсы жаққа бұрады, екі жақты жиырғанда басты алға еңкейтеді және көкірекке қарай тартады. Мойынның ең ірі және бетке орналасқан бұлшық еті. Ортаңғы бұлшық еттер тіл асты сүйегінің үсті мен асты. Тіл асты сүйегінің үсті екі қарыншалы бұлшық ет төменгі жақ сүйектерінен және емізікше өсінділерінен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Оның қызметі төменгі жақты түсіреді, жұтынуға қатысады. Иек тіл асты бұлшық ет төменгі жақтың ішкі бетінен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Оның қызметі ауыз түбін көтереді және жұтынуға қатысады. Тіл асты бет бұлшық еті самай сүйегінің біз тәрізді өсіндісінен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Қызметі тіл асты сүйегін артқа және жоғарыға қарай көтереді. Иек тіл бұлшық еті төменгі жақтың иек өсіндісінен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Оның қызметі төменгі жақты түсіреді және де жұтынуға қатысады. Тіл асты сүйегінің асты бұлшық еттері тіл асты бұлшық ет төстің жоғарғы жиегінен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Оның қызметі тіл асты сүйегін және көмейді төмен түсіреді. Төс қалқанша бұлшық еті төстен басталып қалқанша шеміршегіне бекиді. Оның қызметі көмейді төмен түсіреді. Қалқанша тіл асты бұлшық еті қалқанша шеміршектен басталып тіл асты сүйегіне бекиді. Қызметі жұтыну кезінде көмей мен тіл асты сүйегінің қозғалысын үйлестіреді. Бұғана тіл асты бұлшық ет ол бізде жауырыннан басталады, тіл асты сүйегіне бекиді. Қызметі тіл асты сүйегін және көмейді төмен түсіреді. Мойынның фасциясын керіп тұрады. Келесі ол бізде терең бұлшық еттер. Ұзын мойын бұлшық еті мойын омыртқаларының алдыңғы бетінде орналасқан. Қызметі мойынды алға еңкейтеді және омыртқаны тұрақтандырады. Ұзын бас бұлшық еті жоғарғы мойын омыртқаларынан басталып шүйде сүйегіне бекиді. Оның қызметі басты алға еңкейтеді. Алдыңғы тік бас бұлшық еті бірінші мойын омыртқасынан басталып шүйде сүйегіне бекиді. Басты алға және төмен еңкейтеді. Бүйір тік бас бұлшық еті бірінші мойын омыртқасы мен шүйде сүйегі арасында орналасқан. Оның қызметі басты бір жаққа еңкейтеді. Жалпы қорытындылай келгенде мойын бұлшық еттері бізде бастың қозғалысын қамтамасыз етеді. Бұру, еңкейту, көтеру, жұтыну, тыныс алу, сөйлеу процестеріне қатысады. Қалқанша және тіл асты сүйектерін көмей мен кеңірдекті ұстап тұрады.
Қолдың бұлшық еттері екі негізгі бөлікке бөлінеді. Біріншісі ол бізде иық белдеуінің бұлшық еттері, ол дене мен иық сүйегін байланыстырады. Екіншісі қолдың өз бұлшық еттері, иықтан бастап білек және қол басы бұлшық еттерін қамтиды. Біріншісі иық белдеуінің бұлшық еттері, ол топқа жауырын мен тоқпан-жілікті, сондай-ақ кеуде мен иықты байланыстыратын бұлшық еттер кіреді. Олар иық буынының қозғалысына қатысады. Негізгі бұлшық еттер ол бізде дельта бұлшық еті, иықтың сырт жағында орналасқан үш бұрыш пішінді ең ірі бұлшық ет болып табылады. Ол бізде иықты жоғары көтереді, алға және артқа бұрады. Жоғарғы және төменгі қылқан бұлшық еттері жауырынның үсті мен асты жағында орналасқан. Оның қызметі иықты сыртқа және ішке бұрады, буынды бекітеді. Кіші дөңгелек бұлшық ет және үлкен дөңгелек бұлшық ет, оның қызметі артқа және ішке бұруға қатысады. Жауырын асты бұлшық ет иықты ішке бұрады, иық буынын тұрақтандырады. Жалпы қолдың өз бұлшық еттеріне тоқталатын болсақ, ол бізде үш бөлікке бөлінеді. Иық бұлшық еттері, білек бұлшық еттері және қол басының бұлшық еттері болып, иық бұлшық еттері екі басты бұлшық еттен тұрады. Иықтың алдыңғы бетінде орналасқан. Оның бізде қызметі қолды шынтақ буынында бүгеді және алақанды жоғары қаратады. Клювовидті иық бұлшық еті иықтың ішкі жағында жауырынның өсіндісінен басталады. Оның қызметі иықты алға және жоғары көтереді. Үшіншісі ол бізде иық бұлшық еті екі басты бұлшық еттің астында орналасқан, шынтақ буынын бүгеді. Бұлшық ет иықтың артқы бетінде орналасқан, шынтақ буынын жазып қолды түзетеді. Білек бұлшық еттері саны көп және олар екі топқа бөлінеді. Алдыңғы топ бүгушілер және артыңғы топ жазушылар. Алдыңғы топқа бүгушілерге бізде жоғарғы және терең саусақ бүгіштері жатады. Білезік бүгіші, шынтақ білезік бүгіші, үлкен саусақтың ұзын бүгіші жатады. Қызметі білезікті және саусақтарды бүгеді, зат ұстауға көмектеседі. Артқы топқа бізде саусақ жазғыш бұлшық еттер жатады. Білезік жазғыштар, бас бармақ жазғыштар. Оның қызметі білезікті және саусақтарды жазады. Қол басының бұлшық еттері, бұл топтағы бұлшық еттер өте ұсақ және өте нәзік болып келеді. Олар саусақтардың майда қозғалысын қамтамасыз етеді. Оның негізгі топтары бас бармақ бұлшық еттері, бас бармақты қарсы қою, әкелу, әкету жатады. Шынашақ бұлшық еттері шынашақты қозғалтады. Аралық бұлшық еттер саусақтарды жазып бүгуге қатысады. Оның негізгі қызметі ұсақ қозғалыстарды орындау, жазу, тігу, зат ұстау, сезіну сияқты. Қорытындылай келе, қолдың бұлшық еттері иық белдеуі арқылы иық буынын қозғалтады. Иық пен білек бұлшық еттері қолдың негізгі қозғалыстарын атқарады. Қол басының бұлшық еттері дәл және нәзік қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Олар барлығы бірігіп, адамның ең күрделі қозғалыс жүйесін, қолдың еркін қозғалысын жасайды. Жамбас белдеуінің бұлшық еттері ішкі және сыртқы топқа бөлінеді. Сыртқы еттерге жамбас сүйектерінің сыртқы жағынан қоршай орналасқан бұлшық еттер жатады. Ол жамбастың ішкі жағында буынның жан жағынан өтіп, оны түрлі қозғалыстарға келтіреді. Жамбастың ішкі жағында жатқан бұлшық еттеріне бел мықын еті, алмұрт тәрізді ет, ішкі қол сұғар ет, құйымшақ еті жатады. Ал жамбастың сыртқы жағында жатқан еттеріне үлкен, ортаңғы, кіші бөксе еттері, санның жалпақ шаңдырын керетін еті, егіз еттер, санның шаршы және сыртқы қолсығар еттері жатады. Біріншісі ол бізде бел мықын еті, жамбастың ішкі бөлігіне жататын күшті бұлшық ет болып табылады. Бұл бұлшық ет бел бөлігі мен мықын бөлігінен түзілген. Оның бел бөлігі бел омыртқаларынан, ал мықын бөлігі мықын сүйегінің ішкі бетінен басталады. Екіншісі ол бізде алмұрт тәрізді ет, сегіз көздің ішкі бетінен басталып, жамбас қуыстарынан сыртқа шығып, ортан жіліктің үлкен ұршық бұдырына бекейді. Жиырылғанда санды сыртқа қарай айналдырады. Ішкі қолсұғар еті жамбастың ішкі жағына жапқыш жарғақтар мен қолсұғар тесігінің жиегінен басталып, жамбас қуысынан сыртқа теуіп, жамбас буынының арт жағымен оралып, ортан жіліктің ұрықшаралық ойысына
бекиді. Жиырылғанда жамбас сырт жағына жатқан еттермен бірігіп санды сыртқа қарай бұрады. Төртіншісі ол бізде сыртқы қолсұғар еті жамбастың сырт жағында орналасқан. Қолсұғар тесігінің жарғағы мен оның сүйектерінің жиегінен басталып ортан жіліктің ұшық аралық ойысына бекиді. Жиырылғанда санды сыртқа айналдырады. 5 ол бізде бөксенің үлкен еті, мықын, сегіз көз, құйымшақ сүйектерінің сыртқы беттерінен басталып ортан жіліктің бұдыр беті мен сан шандырына бекиді де жиырылғанда санды жазады. Бұл бұлшық ет адамның тік тұруына, жүруіне байланысты өте жақсы дамыған. Бөксенің ортаңғы еті мықын сүйегінің жоғарғы сырт жағын басталып ортан жіліктің ұшық аралық ойысына бекиді. Олар артқы үлкен бөксе етімен жабылып жатады. Жиырылғанда санды сыртқа қарай қимылдатып, аяқ қозғалмай тұрғанда денені алға бүгеді. Жетіншісі ол бізде бөксенің кіші еті ортаңғы бөксе бұлшық етімен толық жабылады да мықын сүйегінің төменгі сырт жағынан басталып ортан жіліктің үлкен ұршығына бекиді. Жиырылғанда бөксе етімен бірге артқа аяқты сыртқа тартады. Жалпақ шандыр керетін ет ол бізде бөксе еттерінің алдыңғы жағында орналасқан. Ол мұқын сүйегінің алдыңғы бөлігінен басталады да төмен түсе келе санның жалпақ шандырына жалғасып кетеді. Жиырылғанда санның жалпақ шандырын керіп санды бүгуге және оны ішке қарай айналдыруға көмектеседі. 9-шы ол бізде егіз еттер ішкі қолсұғар етінің екі жағынан жанаса отырып, сол етпен бірге жамбас қуысынан сыртқа тебеді. Екеуі де шондана сүйегінің ішкі жағынан басталып, қолсұғар етінің сіңірлерімен қосылып, ортан жіліктің ұршық аралық ойысына бекиді. Жиырылғанда ішкі қолсұғар еті тәрізді санды сыртқа баруға қатысады. 10-шы ол бізде санның шаршы еті, ол соңғысы төменгі егіз еттен төменірек орналасқан. Ол шонданай бұдырынан басталып, ортан жіліктің арт жағындағы ұршық аралық бұдырына бекиді. Жиырылғанда санды сыртқа қарай бұрады. Жамбас етінің шандырлы жапқыштары ішінде бел, мықын бұлшық етін қаптап жатқан мықын шандыры жақсы жетілген. Жамбас шандырлары құрсақтың ішкі шандырларының жалғасы болып есептеледі. Жамбастың сыртқы бұлшық еттері де шандырлармен қапталған. Бөксе шандырының бірнеше жапырақшалары бөксе бұлшық еттерін жекелей орап та жатады. Аяқ сүйектерінің бөлінуіне сәйкес бұларда сан, сирақ және аяқ басының бұлшық еттері болып бөлінеді. Сан немесе ортан жілік бұлшық еттері санның ортан жілігін қоршап жатады. Бұл еттер өздерінің орналасу жағдайының қызметіне байланысты алдыңғы, ішкі және артқы топтарға бөлінеді. Олардың алдыңғы топ еттері санды бүгу қызметін атқарса, ішкі еттері ішке тарту, ал арт жақ еттері шанды жамбас буыннан жазу қызметін атқарады. Санның алдыңғы бетіндегі бұлшық еттерге тігінші және төрт басты бұлшық еттер жатады. Тігінші еті адам денесіндегі еттердің ең ұзыны, ол санның алдыңғы жағын ішке қарай ұзынан қиғаштап орналасқан. Бұл ет мықын сүйегінің алдындағы жағынан басталып, санды алдынан қиғаш орай өтіп келеді. Асық жіліктің іш жағына бекиді. Жиырылғанда аяқты жамбас және тізе буынынан бүгуге, сонымен бірге сирақты ішке, ал санды сыртқа бұруға қатысады. Санның төрт басты еті санның алдыңғы жатқан еттер тобына кіреді. Бұл ет жеке-жеке басталатын төрт саладан түзілген. Оның біріншісі санның тік еті мықын сүйегінің алдындағы етінен басталады. Ол қауырсын пішінді келеді. Торт басты еттің қалған үш басы санның жалпақ еттеріне жатады. Оларды санның ішкі, сыртқы және аралық жалпақ еттері деп атайды. Сыртқы жалпақ еті ортан жіліктің үлкен ұршығынан және оның ұршық аралық сызығынан басталады. Ішкі жалпақ ет тік еттің ішкі жағында орналасқан. Ол ортан жіліктің ұршық аралық сызығынан басталады. Сыртқы және ішкі жалпақ еттердің құрылысы жартылай қауырсын пішінді болып келеді. Төртінші басына
аралық жалпақ ет жатады. Ол сыртқы және ішкі жалпақ еттердің аралығында санның тік етінің астында орналасқан. Оның басы ортан жіліктің алдыңғы бетінен басталады. Бұл еттің төрт басы бірігіп, төменгі жағында тізе тобығына қоршай өтетін меншікті сіңір байламдарын тізеді де үлкен асық жіліктің алдыңғы бұдырына бекиді. Санның төрт басты еті күшті бұлшық еттер. Ол ет жиырылғанда аяқты тізе буынынан жазады, ал тік басы аяқты жамбас буынынан бүгеді. Санның іш жағында жатқан бұлшық еттерге нәзік ет, қырлық, ұзын, қысқа және үлкен ішке тартушы еттер жатады. Бұл бұлшық еттер жамбас сүйегінің әр жерінен басталып, ортан жіліктің арт жағындағы ұзына бойбұдырлы сызығына бекиді. Нәзік ет ол таспа тәрізді болып келеді. Оның санның ішкі жағымен тік төмен түсіп жатады. Шат сүйегінің төменгі бұтасы мен қасаға бөлігінен басталып, кәрі жіліктің ішкі жағына бекиді де аяқты тізе буынынан бүгеді. Екінші ол бізде тарақты ет, бел мықын етінің ішкі жағынан шектеліп жататын кішілеу ет болып келеді. Ол шат сүйегінің жоғарғы қырынан басталып, ортан жіліктің бұдырлы сызығының жоғарғы бөлігіне бекиді. Жиырылғанда санды жамбас буынынан бүгіп, оны жақындатып сыртқа бұрады. Үшіншісі ол бізде ұзын, қысқа және үлкен ішке тартушы еттер. Шат және шонданай сүйегінен басталып, ортан жіліктің арт жағындағы бұдырлы сызығына жоғарыдан төмен қарай бекиді. Жиырылғанда нәзік және тарамды еттерге ұқсас аяқты ішке тартып, сыртқа айналдырады. Санның артқы бетіндегі бұлшық еттеріне санның екі басты еті, жартылай сіңірлі және жартылай жарғақты бұлшық еттер жатады. Бұл бұлшық еттердің жоғарғы бөліктері бөксе бұлық еттермен жабылған. Олар шонданай сүйегінен басталып, тізе буынының ішкі және сыртқы жағынан қоршап өтіп, сирақ сүйектеріне бекиді. Санның екі басты еті үлкен қысқа басымен басталады. Қысқа басы ортан жіліктің бұдыр сызығынан, ал ұзын басы шонданай сүйектің денесінен басталады. Бұл екі басы бірігіп, төменгі жағында ет сіңіріне көшіп, шыбық сүйектің басына бекиді. Жиырылғанда аяқты тізе буынынан бүгеді. Санды жамбас буынынан жазып, сыртқа қарай бұрады. Екіншісі ол бізде жартылай сіңірлі ет. Бұл өзінің атына лайықты жартысына тең келетін төменгі сіңірден түзілген. Ол жамбастың шонданай бұдырынан басталып, тігінші етінің сіңірімен бірге тізе буынды айналып өтіп, асық жіліктің іш жағына бекиді. Жиырылғанда аяқты тізе буынынан бүгіп, сәл ішке қарай айналдырады. Үшіншісі ол бізде жартылай жарғақты ет. Ұзын жұқа шандыры мен шонданай денесінен басталып, жартылай етпен бірге кәрі жілік бұдырына бекиді. Бұл ет қауырсын пішінді болады. Жиырылғанда санның артқы еттеріне ұқсап, аяқты тізе буынынан бүгіп, санды жамбас буынынан жазады. Санның артқы жағындағы бұлшық еттер аяқты жамбас буынынан жазып, тізе буынынан бүгеді. Ал сирақ бүгіліп тұрғанда оны сыртқа не ішке бұрады. Сирақ бұлшық еттері алдыңғы, артқы және сыртқы болып үш топқа бөлінеді. Алдыңғы топқа асық жіліктің алдыңғы еті, аяқ бармақтарын жазатын және бас бармақты жазатын ұзын еттер жатады. Біріншісі асық жіліктің алдыңғы еті сүйек аралық жарғақтан басталып, аяқ басын қарай бағыт алып, айқас байламдардың астынан өтіп, бір сына сүйегі мен бір табан сүйегінің негізінде бекиді. Бұл ет жиырылғанда аяқ басын жазады және оның ішкі қырын көтереді. Екіншісі бармақ жазатын ұзынша ет. Ол бізде жоғарғы айтылған бұлшық еттің сырт жағында орналасқан. Бұл қауырсын пішінді бұлшық еттер тобына жатады. Асық жілік пен шыбықтың бас жағынан және сүйек аралық жарғақтан басталады. Бұл бұлшық еттің және де сіңір бөлігі айқас байламдарынан өтіп, төрт бөлікке ажырап, 2, 4, 3 және 5 бақайшаларға бағытталып, бақайшақтарға өтеді.
жиырылғанда барлық аяқ бармақтарын және аяқ басын жазады. Үшіншісі ол бізде бас бармақ жазатын ұзын ет. Жоғарыда айтылған екі еттің астында тереңде орналасқан, ол шыбық пен сүйек аралық шаршақтан басталып, айқас байлам астынан өтіп бас бармақтың тырнақ бақайшағына жетеді. Жиырылғанда бас бармақты жазумен бірге аяқ басын үстіне қарай тартады. Сирақтың сырт жағында шыбықтың ұзын және қысқа еттер жатады. Шыбық сүйектің ұзын еті қауырсын пішінді болып келеді. Ол шыбық сүйектің басына басталып, ұзын сіңірлі сыртқы тобықтың астынан табанға қарай өтеді. Бір табан сүйегімен бірінші сына сүйегіне бекиді. Жиырылғанда аяқ басын бүгіп, сырт жағын көтереді. Екіншісі сүйектің шыбықтың қысқа еті айтылған еттің астында орналасқан. Оның сіңірі де шыбықтың сыртқы тобығынан өтіп, бесінші табан сүйегіне бекиді. Жиырылғанда аяқ басын бүгіп, оны сыртқа қарай тартады. Аяқ басының үстіңгі еттеріне аяқ бармақтарын жазатын қысқа еттер мен бас бармақ жазатын қысқа ет те жатады. Біріншісі ол бізде бармақтар жазатын қысқа ет. Өкше сүйектің сырт жағынан басталып, саусақтарға қарай бағыттала келе, үш сіңір салаларына бөледі де 1, 3, 4 аяқ бармақтарының ортаңғы және тырнақ бақайшақтарына ет сіңірлерімен бекиді. Жиырылғанда бірігіп бармақтарды жазады. Екіншісі ол бізде бас бармақ жазатын қысқа ет. Басы өкше сүйегінің жоғарғы бетінен басталып, бас бармақтың тырнақ бақайшағына бекиді. Жиырылғанда бас бармақты жазады. Табан астының бұлшы еттері сыртқы, ішкі табан қырының еттері мен орта бөлімінің еттері болып үш топқа бөлінеді. Табанның сырт жағындағы еттерге бес саусақты қимылға келтіретін еттер жатады. Олар бес саусақты бүгуші, алып кетуші және оны қарама қарсы қоюшы еттер. Олар өте майда, жиырылғанда өздерінің аттарына лайық қызметтерден басқа табанның сыртқы жиегін түзеді. Табан еттерінің ішкі тобына бас бармақты бүгетін, алып кететін және алып келетін еттер жатады. Табанның көлденең сайын түзуге қатынасады. Табанның орта бөлімдерінің еттеріне аяқ бармақтарын бүгетін қысқа еттер, табанның құрт тәрізді еттері және табанның сүйек аралық еттері жатады. Бармақтар бүгетін қысқа еттер өкше сүйегі мен табан шандырынан басталады. 4 салаға бөлініп, әр қайсысы сіңірлі бөліммен 4, 2, 3, 4, 5 бармақтарының ортаңғы бақайшағына бекиді. Жиырылғанда тікелеген бармақтарын бүгеді және де табан ойысын түзуге қатысады. Табанның шаршы еті өкше сүйегінен бастала келе, саусақтар бүгетін ұзын ет сіңірінің сырт жағына бекиді. Оның қызметі бармақтарға қиғаш жалғасқан бармақтар бүгетін ұзын ет сіңірлерін ұзынан тартып тұру. Үшіншісі ол бізде табанның құрт тәрізді еттері 4 ет жиынтығынан түзіліп, сіңірлі бармақтар бүгетін ұзын ет сіңірлерінен басталады. Ол төменгі жағында бармақтың негізгі бақайшақтарының ішкі жағына бекиді де, ортаңғы тырнақ бақайшақтарын жазып, негізгі бармақтары бүгіледі. Төртіншісі ол бізде табанның сүйек аралық еттері, табан сүйектері арасында орналасқан 4 сыртқы және 3 табан асты еттерінен құралған. Аяқ басының сыртқы еттері аяқ бармақтарын алшақтаса, ал табан асты еттері оларды бір-біріне жақындатады. Аяқ басы бұлшық еттерінің шандырлы жапқыштары сирақ шандырының тікелей жалғасы болып есептеледі. Аяқ басының дөңес бетіндегі шандыр жапқыштары да жұқа келген сүйектерге бекілген. Табан беттерінде күшті сіңірден пайда болған табан жапқышы болады. Ол өкше сүйегіне бармақтарды бойлап орналасқан. Табанға келетін бұлшық еттердің сіңірлерін кілегейлі қынаптар қаптап жатады. Сіңірлер шандыр байламдарын астынан өтер жерде сүйекті шандырлы қынаптар арқылы сүйекке жанаса орналасқан. Табан бөлігінің сіңірлері де кілегейлі қынаптар мен фиброзды сіңір қынаптардан өтеді. Бұлшық ет туралы қызықты мәліметтерге тоқталып кететін болсақ, сіздің салмағыңыздың 40%-ын, яғни 20-30 килограммын бұлшық ет алып жатыр.
бұлшық еттердің ең көп шоғырланған жері ол бізде адамның беті болып табылады. Осы себепті біздің мимикамыз сан алуан түрлі бола алады. Адам денесіндегі ең мықты бұлшық ет жақтың бұлшық еті екен. Сіз тамақ шайнағанда ол 190 кг күшпен қыса алады. Аяқты қозғалысқа келтіретін бұлшық еттердің саны 19 екен. Олар бір-бірімен байланысқан жұмыс нәтижесінде табаныңызды қозғалтады. Жүрек адам денесіндегі мықты бұлшық еттердің бірі. Өз күшімен ғана ол адам ағзасындағы бар қанды 4 қабатты үйдің биіктігіне көтере алады. Сіздің денеңіздегі бұлшық еттің 50%, аяқ бұлшық еттері 30%, қолға 20% бас және басқа бөліктерге тиесілі болып келеді. Қарапайым күлкі адам бетінің 40 бұлшық етін іске қосады. 10 жылда адам өзінің бұлшық етінің 3%-ын жоғалтады. Жалпы қорытындылай келе, бұлшық ет жүйесі адам ағзасының тірек қимыл аппаратының басты бөлігі болып табылады. Ол дененің барлық қозғалысын жүзеге асырады, тіршілікті қамтамасыз етеді және салауатты өмірдің негізі болып табылады. Осымен біздің бұлшық еттер тақырыбындағы видеомыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты, қимылыңыз ширақ болсын.